Assalamu alaikum, эфирде нетиже программасы. Бүгін декабрьнан 24 студияда сілер үшін мен Шевкет Наматулаев чалышам. Апыс мұддетлері тек ярым елға ексілтілді. Русияның юқары махкемесі сөзді терроризм давасының іштиракчылеріне үкімні біраз емшатты. Бойлелікнен Эмиль Джемаденов и Айдер Салидинов 11 ярым елға. Узейр Абдуллаев 12 ярым елға. Рустем Исмаилов 13 ярым елға ве Тимур Абдуллаев 16 ярым елға апсте тұтылмалы. Ишғалжелер тарафындан қорқызуларға бақмадан әсірлерге қол тұтмақ үшін Қырымдан ұнлар жефал келді. Украина бұтсмені Людмила Денисова Қырым татарларға низбетен қанунсыз үкімлеріні лягу етіп Украина ватандашлары ватанына қайтарылмасына талап етті. Дүния топлылығына есе Русияге басқа көстермеге чағырды. Күреш ве адвокатларының невбетеке адымлары аққында невбетеке левқамызда тариф етіле. Сабадан Москвадаки Русияның юқары махкемесі янында бір чоқ адам топлашты. Онлар Қырым татары ишғалчылерінің қорқозмаларына бақмадан Ақмесжетте тұтылып, терроризмде қабатланған ватандашларымыздың шикаетлері бақылмасына келді. İnsanlar, өз арқадашлары, аға қардашлары веоғуларына қол тұтмақ үшін 1000 километрден зияде кечті. Ләкин махкеме салонына әркесні кечірмеділер. Подобные репрессии, как мы знаем, всегда имели место быть с нашим народом. И, к сожалению, сегодня это продолжается. Но мы не намерены сидеть дома и спокойно смотреть сквозь пальцы на всю эту несправедливость. И мы надеемся, что вскоре справедливость восторжествует. Вся борьба, которая ведется, несправедливая по отношению к нашему народу, всю жизнь велась мирными методами, мирными способами. Кроме этого, мы прекрасно знаем этих ребят. Более того, это самый лучший представитель нашего народа. Мало того, что не имеющий ничего с терроризмом и экстремизмом, это самые лучшие, это цвет нации. Қырым татарлар, террорчылар дегіл, базы русақ қорчалайчылары да сияси мәбіслерге дестек көстірмек мақсадынен бір кишілік пикетлерге чақты. Олар Қырымның ишғаліне виярымаданын тамыр халқына қаршы репрессияларға қол тұтмай. У нас есть собственное мнение, и мы будем его высказывать. Свободу невиновным. Здесь нет террористов среди крымских татар. Террористы, они среди тех, кто с оружием пришел в Крым и не дает там людям спокойно жить. То, что происходит в Крыму, это можно назвать только беспределом, абсолютным беспределом. Попираются законы, попираются международное право. Ну, не говоря о том, что изначально эта территория была, грубо говоря, отжата, да, то есть все делается, как делают гопники, да, никакие права, никакие европейские нормы не соблюдаются. Махкеме салонында Русияде Америка эльчиханесінің темсилчілері ве Украина консулы. Сияси мәбіслерні се махкеме салонына кетірмеділер. Оларны Таганрог сезосындан Ростов сезосына кечіріп, видео бақвастасынен дінлейлер. У нас дуже великий досвід боротьби з давніх часів. І зараз ми не здамося. Дякуємо за вашу підтримку. Ми це відчуваємо. Хай Аллах буде вами задоволений. Қырым татарларны азапларға ұғратқан окумны лягу етмейіп, апс мудетлерні тек ярым елға қадар экселтілер. Адвокат Эдем Семедлаевның айтқанына көре, НСАС эпсы рус махкеме инстанцияларны кечтілер. Шымды келечек басамақта инсан ақлары бойынша Авропа махкемесіне мұраджаттыр. Что могу сказать? Ребята все очень ярко выступили. В их речах не было ни какой-то доли страха, не было просьб каких-то, никто никого не умолял. Ребята стойко стоят на своем. Они сказали, что ихние приговоры, ихние сроки – это давление на весь народ, это запугивание всего народа. Эмиль Джемаденов, Айдер Салидинов, Рустем Исмаилов, Теймур Виузир Абдуллаевны экибин 16 сенесі октябрь айында Ақмесжет живарларындаки Боғурча ве Мама қасабларында яқаладылар. Оларны ишғалчылер Русияды ясақ етілген Хизбут Тахрир тәшкілатына алақасы бар деп террорчылықта қабатлады. Сияси мәбіслерінде 3 ел Рус әсірлігінде болуна, июнь айында есе оларға 12-ден 17 елға қадар апс мудетлері берілгенеді. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Халкнен бірдемлік махкеметілген қырым татарларға қол тұтмақ үшін ве олар тезден азат етілмесі үшін ватандашларымыз Ерамаданын чешіт кой ве қасабаларында дуа мерасимлеріні кечірді. Топлашқанлар Аллахқа япқан дуаларында эпосы қанунсыз тұтылған ватандашларымыз азат етілмесіні сұрады. Инсанлар ишғалжелер уйдырған терроризм қабатлауларына инанмай, мабуслер дерал евлеріне, ақрабаларына қайтарылмақ керек дейлер. Қайдеткенлеріне көре ишғалжелер уйдырған ярлықларынан разы олмазлар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Просим Всевышнего о том, чтобы Он оказал им помощь. И также самое, обращаясь к ним, пусть они проявляют сабр, и пусть Аллах поможет им не ошибиться в их деле, не сбиться с пути с прямого. Теперь также самое, обращаясь к джамаату. Джамаат, мы единый организм, единое тело, мы должны быть всегда вместе. Мы с вами солидарны. Пусть Аллах укрепит стопы наших братьев, которые в заключении. Пусть Аллах укрепит стопы их семей. Братья, что скорее Аллах по своей милости вернул к семьям. Мы собрались здесь помолиться Аллаху, чтобы побыстрее они вернулись к своим семьям, чтобы обняли своих детей, матерей, родителей. Рус дүниясы аққанда масаллар. Эрвин Қайдар екетінің фааллері Киевдегі Русия елшілігі оғынды акция кечірділер. Елшілік бинасы янында тежауызжы девлетінің байрақларынан ераштырылған нарат ве бақшышлар ерлештірділер. Владимир Путин маскасында олған актер чешіт миллетлер темсілжілеріні өзіне желпеті. Оларға евелден азырланған уйдырмалар тарқата санки дерсін қырмышғалінден сон ярмадада инсан ақларынан бағлы вазиет бетерлешмеген тинтуф ве яқылынувлар санки дерсін уйдырмадыр. Более шекілді фааллер Авропа сиясетчілеріне халқара мейданларында Путинге аслы инанмамаға чағырмаға түстеділер. Президент Російської Федерації Володимир Путін в публічному просторі ніколи не визнає про те, що окупація Криму, вона за собою потягнула величезну кількість проблем і порушень прав людини. І особливо це відчувається, коли представники Російської Федерації виступають на міжнародних майданчиках, коли вони спілкуються з іноземцями, вони продукують абсолютно якусь казкову альтернативну реальність. Фааллер эра и Русия елшілігі оғынды наразылық акцияларына кечіріп, Қырымда ғайып болған ве қырсыланған инсанлар тапылмасыны талап еті. Қырсыланғанлар арасында Дүния Қырым Татар Конгресінің азасы Эрвин Ибрагимов те бар. Оны 2016 сенесі майысынан сонында Русия ДПС урбасында олған инсанлар тоқтатып, қырсызлады. Бұл күнге қадар онен бағлы еш бір малюмат жоқ. Исетов үшін одеме весиқаларында төлемелер 30% эксілмелі. Бұны баш назир Алексей Гончарук хабар етті. Оның сөздеріне көре, бұңа акимиет қабыл еткен қарар тесір етмелі. Сыжақнен темен еткен шirketlер бүгінден башлап яңа тарифлеріні құллана біле. Гончарук қайдеткеніне көре, соңки қарарларына ерлі акимиет қабыл етмелі. Президент Владимир Зеленский айтқанына көре, газ фияты 30%-ға эксілгеніне бақмадан тарифлер олғаны кібі қалды. Хочеться почути конкретні дати і суми, на які у людей зменшиться, найголовніше питання, зменшиться саме платіжка. Не може платіжка за комуналку бути для людей вироком, і людина не може віддавати 50-60. Є випадки, коли людина віддає від своїх коштів 70% від своєї заробітної плати. Ми зараз на рівні уряду сьогодні прийняли постанову, яка дозволяє вам фактично на місцях врахувати оцю ринкову ціну на газ. Тобто фактично ви можете відкоригувати те, що люди отримують в своїй платіжці, на різницю між ринковою ціною і тою ціною, яка закладена зараз сьогодні в тарифі. От за нашими розрахунками, вже в грудні людина може в своїй платіжці отримати цифру на 300-400 гривень менше. О салонында келешілген атешкес режимі өледе чалышмай. ОБСЕ миссиясы атышулар артқанына білдіре. Соңки 2 күн девамында 370 патлав Донецк вилаятында ве 45 патлав Луганск вилаятында қайдетілген. Бүгін жинкеверлер 6 кере Украин арбилері позициясын ұжым еткен. Бір Украин арбиі яраланған.
Вночі з 2:35 протягом півгодини від Докучаєвська ворог вів обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках населеного пункту Березове. З 6:35 протягом години ворог двічі вів обстріли наших воїнів в районі Новолуганського. Від Доломітного окупанти випустили 9 мін калібру 82 мм та вели вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння. Прага университеті Қырым топрақлары Русияге айыт олмасына көстерген харита чықарылғанындан себеп қавғаға ұғырады. Оны геополитика ве саяси география араштырмаларының меркезі яйынлады. Бұл харита чешет мемлекетлерді алкоголь ичмесінің статистикасына көстермек керек еді. Ярмада Русиянен бір түсте шыққан. Украина есе башқа реңкте көстерілген. Тышышлер назерлігінде ресми шекілде қавғаны да изатламадылар. Дүнияда олған дигер вақиялар аққында невбете келеп қамыз. Литвания разыды гүл, келчко пробою тренлерге yola чип Русия кенеде халқара қуғыны бозды. Бұ ақта Литвания тышышлер назиры Лина Слинкявичус хаберетті. Бұ Украина топрақларының бұтынлігіне ве суверенитетіне қасты туфдар ве Балтық мемлекеті бұны ич танымайжақ. Демір yola чылуы Финляндия дада тен қытаттылар. Ерлі тышышлер назирлігінде Украина тарафында қалмаға ишандырдылар. Айны ноқтай назарда Авропа бірлігінің риберлігі де тура. Русия чун қырмызы сызықлар. Бияс Русияның президенті Александр Лукашенко білдіргеніне көре, Москва оз басқасыны емшатмаса, Минскның дестегіні жоя біле. Шымды газ меселесі бойынша анламамазлық чықты. Лукашенконың фікірлеріне көре, Украинаның доланы Европаға газ бұруларыны қормақ, оларының менфатына чалышмай. Вегер Бияс Русияде газның феті артса, Минск яны теслиматчыларыны қыдырajaq. Яны коч бухранын телюкесі Туркия президенті Реджеп Тайип Эрдоган Европаға қачақларының келуіне азырланмаға тефсиеті. Оның айтқанына көре вазиет еп кергенлешсе веқан түкілуі тоқтатылмаса, Туркия жилетчілерінің яны далғасыны тұтып оламаз. Мемлекетінде аман-аман 4 миллион сурелілерге сағынақ берді. Ен кескен вазиет исянчылар незарет еткен Идлиб қасабасында қала. Велиетні рус аскерлері ве Башар Асадның урдулары тоқтамай пуджум еті. И эти люди подвергаются изгнанию, подвергаются убийствам, подвергаются сумасшедшим по масштабам бомбардировкам лишь за то, что они не согласны с этим маньяком-убийцей Башаром Асадом. И Путин ему помогает. Российская авиация вносит свой вклад, как это говорят в российских СМИ, вносят вклад в убийстве огромного количества людей, мирного населения. Более 100 человек ежедневно здесь погибают от авиаударов. И люди вынуждены просто уходить из своих домов и жить на улицах, вот, подобно этим палаткам, видите. У некоторых просто нету печек, у некоторых нету возможности согреться, у некоторых нету возможности просто горячий чай выпить в этот морозящий холод. Вот в такое время мы живем, когда наше молчание становится результатом убийств. Анна Макаренко, Заман, АТР. Миллионларға ишлегенлер Қырымның ишгалжілер акимиетінің векіллері елінің сонында миллионларнен мукафат алажақ. 20 миллион рубле назирліктер арасында болежеклер. Идарежілер не қадар алажағыны ишгалжілер ғызледі. Қырымда олған дигер вақиялар аққында невбете келеп қамаз. Бақшыш оларақ миллионлық мукафатлар. Қырымның ишгалчилер акимиеті озуне 112 миллион рубледен зеді айырajaq. Ишгалчилерінің фікірлеріне көре бұл ел ән юксек севиеде Қырымның назирлер шурасы чалышқан. Оның темсілчілеріне ән чоқ 20 миллионға яқын берділер. Аман-аман ярым миллион қабаржылыққа қаршы чалышқан назирлік алajaq. Ләкин Джумхуриетінің башы ве назирлер шурасының лебері не қадар мукафат алajағы ақында малюмат ачықламайлар. Қавға сәйсінде пиар ала. Ишғал етілген Қырымның башы Сергей Аксенов, Тайган парқының башы Олег Зубковны Украинаға қызмет еткен персонаж оларақ адландырды. Бунин бірабер, иш адамы проблем чезмесі үзерінде чалышмай, поны аксне кескенлештіредей. При этом господин Зубков проиграл все суды. Все проигрывают все суды. Я говорю, я не знаю, что я должен сделать, просто вот скажите мне, при том, что вы просто прочипуете этих животных, и все на это, пожалуйста, и паспортам их, поставьте вакцинацию. Ему нужен скандал с тем, чтобы поставить власть на колени. И отсюда же комментирую, что он там пишет в своих блогах там, про страну и вообще, коллеги. Поэтому мне кажется, Украина ему ближе, как государство. Зубков
Совозу ишгал етілген Қырымның елбашчысының сөзлеріні изатламай, оны 2014 сенесінден башлап, тақып етмеге башладылар. О вақыттан ишгал жилер айванларны ярамай шарайтлерде туту, виоларны вақтында шылама япылмағаны бойынша паркның риберлігіні еп қабатлай. Туневын Русия незарететкен Қарасу-Базар район махкемесі Тайган Арсланлар паркыны да бір айға қапатма хақында қарар чықарды. Арслан ве тымсақсыз, кезлепті ишгал жилер тымсақларының чевчілігіні yok etmеге башлады. Русия үкіметіне бойсунған акимиетнің темсилчілерінің фікірлеріне көре, язда еш адамлары оның қанунсыз керекли весикалар алмастан ерліштірді. Бозовлар бойынша ихтарларға құлақ асмадылар. Чевчілікні ерлі бюджеттен пара сәйсінде yok етелер. Sonra есе bu пара еш адамларындан махкеме вастасынен чығып алынажақтыр. Виктория Козуб, Заман, АТР. Бұда қада нетіже программасы сонына етепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТРден айырылманыз көрішкенже.